молекулалардың көмірсу деп аталатын классына тоқталып өтеміз. Атаудың өзі айтып тұрғандай, берілген молекулалар көмірден, яғни көміртек атомдарынан және судан, яғни қатынасы су молекуласындағыдай болып келетін сутек және оттек атомдарынан құралады. Әрбір екі сутек атомына бір оттек атомы сәйкес келеді. Және де көмірсулардың жалпы формуласы CmH2O түрінде белгіленеді. Бұл жердегі М және N кез келген сандар. Көмірсулар біз тұтынатын көптеген тағамдардың құрамынан табылады, мысалы қант, жемістер, нан және тағы да басқалары. Көмірсулар химиялық құрамына байланысты келесідей жіктеледі: қарапайым және күрделі. Қарапайым көмірсулар басқаша моносахаридтер деп аталады. Моно қосымшасы грек тілінен аударғанда жалғыз, яғни бір деген мағынаны білдірсе, сахарид тәтті деген сөзді білдіреді. Моносахаридтер дегеніміз жалғыз молекуладан бір мономерден құралған көмірсулар. Олардың мысалы ретінде глюкозаны, фруктозаны, галактозаны және тағы да басқа көптеген молекулаларды келтіруге болады. Демек, глюкоза өз алдына, фруктоза өз алдына және галактоза өз алдына көмірсулар болып келеді, және олар жалғыз бір мономерден құралады. Күрделі көмірсулар өз алдына екі топқа бөлінеді: дисахаридтер, немесе оларды басқаша олигосахаридтер деп атайды, және полисахаридтер. Ди қосымшасы грек тілінен аударғанда екі деген мағынаны білдіреді. Яғни дисахаридтер екі мономердің бірігуі нәтижесінде пайда болады. Олардың мысалы ретінде біз сахарозаны, лактозаны және мальтозаны келтіре аламыз. Яғни глюкоза мен фруктоза қосылып, екі мономер бір көмірсуды, сахарозаны құрайды. Лактоза болса, глюкоза мен галактозаның байланыс қосып, бір көмірсу құру нәтижесінде пайда болады. Ал мальтоза екі глюкоза молекуласының қосылу нәтижесінде пайда болады. Полисахарид дегеніміз бірнеше мономерден, бірнеше моносахаридтен құралған ұзын макромолекула. Макро деген үлкен деген мағынаны білдіреді. Полисахаридтердің мысалы ретінде біз крахмалды, гликогенді, хитинді және целлюлозаны келтіре аламыз. Моносахаридтер. Алдында айтып өткендей, көмірсулар CmH2O деген формулаға ие. Яғни көмірсу молекуласының құрамында саны М-ға тең көміртек атомдары болады. Міне осы М санының мәніне байланысты көмірсулар келесідей әртүрлі атауларға ие болады. Құрамында 3 көміртек атомы бар көмірсулар триозалар, 4 көміртек атомы бар көмірсулар тетрозалар, 5 көміртегі атомдары бар моносахаридтер пентозалар, 6 көміртегісі бар көмірсулар гексозалар және 7 көміртегі атомы бар молекулалар гептозалар деп аталады. Алдында біз қарастырып өткен глюкоза, фруктоза және галактоза гексозалар классына жатады. Яғни олардың құрамында 6 көміртек атомы болады. Біз алдында қарастырып өткен глюкоза, фруктоза және галактоза осы гексозаларға жатады. Яғни олардың құрамында 6 көміртек атомы болады. Глюкозаға тоқталып өтейік.
Глюкоза деген ұғым бәрімізге диабет ауруымен ауыратын адамдардың жиі тапсыратын тестілерінен таныс болатын болар. Жалпы глюкоза дегеніміз адам ағзасындағы энергияның басты көзі болып табылады. Сондықтан да оның биологиялық маңызы өте зор. Осы глюкозаның мысалында біз көмірсулардың түрлі жіктелуі мен қасиеттерін байқай аламыз. Глюкоза С6, H12, O6 деген формулаға ие. Оның алдында айтып өткендей, ол гексозалар классына жатады, яғни оның құрамында 6 көміртек атомы бар. Одан бөлек 12 сутек және 6 оттек атомдарынан тұрады. Глюкоза молекуласын салып алайық. Ол үшін ең алдымен көміртек қаңқаны салуымыз қажет. Көміртек қаңқа дегеніміз коваленттік байланыс арқылы байланысқан көміртектердің тізбегі. Жалпы көміртек кез келген органикалық молекуланың негізгі құраушысы болып табылады. Сондықтан да ең алдымен көміртекті және көміртек қаңқаны салып алайық. Глюкозаның құрамында 6 көміртек атомы болады. Олар коваленттік байланыс арқылы байланысқан және де берілген 6 көміртектің тізбегі көміртек қаңқа деп аталады. 6 көміртек атомы жұмсалды. Енді формулаға қарасақ бізде 12 сутек және 6 оттек атомы қалады. Оларды орналастыру заңдылығынан қарастырайық. Глюкозадағы бірінші көміртекке қос байланыс арқылы байланысқан оттегі жалғанады және екінші жағынан сутек атомы. Екінші атомға гидроксил тобы, яғни оттек пен сутектің байланысу арқылы пайда болған топ, атомдар тобы. Екінші жағынан сутек. Үшінші көміртек атомында керісінше сутек, басқа жағынан гидроксил тобы жалғанады. Төртінші көміртекке гидроксил тобы және сутек, гидроксил тобы және сутек, гидроксил тобы, сутек және тағы да сутек атомы жалғанады. Байқағандарыңыздай, біз көміртек атомдарын нөмірлеп шықтық. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы. Көміртек атомдарын нөмірлеу функционалдық топ орналасқан, ең жақынырақ орналасқан ұштан басталады. Функционалдық топ дегеніміз молекулаға белгілі бір химиялық қасиеттерді беретін атомдардың байланысқан тобы. Берілген жағдайда, глюкоза жағдайында қос байланыс арқылы байланысқан оттек пен көміртек атомдары карбонил деп аталатын топты құрайды. Жалпы карбонил тобы бірінші көміртекке жалғанған сутекпен бірге альдегид деп аталатын функционалдық топқа бірігеді. Альдегид функционалдық тобы. Демек, карбонил тобы альдегид тобының құрамына кіреді. Және байқап отырғандарыңыздай, карбонил тобы глюкоза жағдайында көміртек қаңқаның ұшында орналасады, яғни ең бірінші көміртекке жалғанады. Бірақ барлық көмірсуларда олай бола бермейді. Мысалы, фруктозаны қарастырайық. Фруктоза да глюкоза сияқты дәл осы формулаға ие. С6, H12, O6. Дегенмен де фруктоза мен глюкоза екі түрлі көмірсу, олардың функциялары әртүрлі, пішіндері әртүрлі, және де осы айырмашылықты қамтамасыз ететін осы карбонил тобының көміртек қаңқаның бойында орналасуы. Ең алдымен көміртек қаңқаны сызып аламыз. 6 көміртек атомы. Енді фруктоза жағдайында бірінші көміртекке қос байланыс арқылы байланысқан оттек емес, гидроксил тобы. OH, сутек. Міне енді екінші көміртек атомына карбонил тобы жалғанады. Үшінші көміртек атомына гидроксил тобы және сутек, Осылайша молекуланы салып аламыз. Демек, фруктоза молекуласында карбонил тобы
көміртек қаңқаның ішінде орналасып тұр. Ал глюкоза жағдайында карбонил тобы оның ұшында орналасып тұр. Сондықтан да ол көміртекке жалғанған тағы да бір сутекпен қосылып, альдегид деп аталатын функционалдық топты құрып тұр. Ал фруктоза жағдайында ол басқа көміртек екі жағынан көміртек атомдарымен және де екі байланыс арқылы оттекпен байланысып отырғандықтан, оның басқа байланыс құруға мүмкіндігі жоқ. Сондықтан да берілген карбонил тобы кетон деп аталатын функционалдық топ болып келеді. Кетон дегеніміз көміртек пен оттектің қос байланыс арқылы байланысу нәтижесінде пайда болатын функционалдық топ. Демек, карбонил, яғни СО байланысының орналасуына байланысты, байланысының емес, функционалдық тобының көмірсулар бізде екі топқа бөлінеді. Глюкоза секілді молекулалар бізде альдоза деп аталады. Альдоза немесе альдегидті қант. Альдегидті қант деп аталу себебі олардың құрамында альдегид функционалдық тобы болады. Ал фруктоза секілді молекулалар кетозалар деп аталады. Немесе оларды кетон қанттары деп атайды. Берілген мысалдарда біз сіздермен көмірсулардың тізбекті бейнеленуін салып отырдық. Бірақ табиғатта көптеген көмірсулар циклді түрде, яғни сақина түрінде болып келеді.